Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Мағжан Жұмабаев 1893 жылы қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Ақынның Батыр баян поэмасы 19 ғасырдың 20 жылдарындағы қазақ эпикалық поэзиясының озық үлгілерінің бірі. Шығарма 1920 жылы жазылып, жарыққа шыққан. Батыр баян поэмасы 18 ғасырдағы қазақ қоғамының шындығын, жоңғар шапқыншылығы тұсындағы аумалы-төкпелі кезеңді, ел бірлігі мен ерлігін айқын бейнелейтін екі тараудан тұратын көлемді шығарма. Шығарманың басты кейіпкері Баян Қосаболатұлы халықтың басына ауыр күн туған жағдайда өмір сүріп, жоңғар қазақ арасындағы соғыстарда ерен ерлігі мен көзге түскен қазақ батыры. Ақын поэмаға атақты батыры туралы аңыздарды арқау етіп, тарихи оқиғалардың желісі мен Баянның ішкі сезімін, жүрек толғанысын жан-жақты ашқан. Баян елінің тәуелсіздігі үшін қандай жауға да шабатын, сол жолда жанын құрбан етуге дайын көзсіз батыр. Оның тұлғасында албырт ерлік есі, жеке басынан ел мүддесін жоғары санайтын кіршіксіз таза, өр мінезді, намысқой ер азаматтардың бейнесі жинақталған. Тұтқынға түскен қалмақ қызының өзіне мойын бұрмай інісі Ноянмен сөз байласып, қалмақ еліне қашуы Баянның намысын аяқ естетеді. Ашуды ақылына жеңдіре алмаған батыр Ноян мен тұтқын қызды өлімге қияды. Содан кейінгі Баянның жан дүниесіндегі ой арпалыстары, ішкі сезім қайшылықтары ашып береді. Осыдан соң елге оралмасқа серт берген Батыр Баян жорыққа аттанған Абылайхан қосынына қосылып, қалмаққа аттанады. Өкініштен өзегі өртенген, бойын ыза болған батыр ханның келісімінсіз жауға шауып, ерлікпен қаза табады. Ақын Баянның батырлығын, намысқойлығы, өжеттілік, отансүйгіштік, азаматтық қырларымен қатар сезім тереңдігінде шебер бейнелеген.